Сіз дәл қазір өз бауырыңызға зиян келтіріп отырған шығарсыз. Бірақ ең қорқыныштысы, сіз оны мүлде сезбеуіңіз мүмкін. Бауыр адам ағзасындағы ең еңбекқор мүшелердің бірі. Ол тәулік бойы бір сәтке де тоқтамай жұмыс істейді. Қанның құрамын реттейді, ағзадағы улы заттарды залалсыздандырады, тағамнан түскен қоректік заттарды өңдейді және жүздеген маңызды қызмет атқарады. Ғалымдардың мәліметтері бойынша бауыр 500-ден астам маңызды физиологиялық қызметке қатысады. Ол зақымданған кезде де ұзақ уақыт бойы өз жұмысын жалғастыра алады. Дәл осы қасиеті көптеген адамдарды жаңылыстырады. Өйткені бауыр ауырмайды. Көптеген адамдар бауыры қатты зақымданғанға дейін ешқандай ерекше белгі байқамайды. Сондықтан майлы бауыр ауруы, алкогольге байланысты бауыр аурулары және басқа да созылмалы бауыр аурулары көбіне кеш анықталады. Жақсы жаңалық бар. Бауыр өзін белгілі бір дәрежеде қалпына келтіре алатын ерекше мүше. Егер зиянды әдеттерден уақытында бас тартсаңыз, оның қызметін жақсартуға мүмкіндік бар. Бірақ бұл мүмкіндік шексіз емес. Бүгін біз бауырыңызды баяу зақымдауы мүмкін 10 күнделікті әдетті қарастырамыз. Мүмкін олардың кейбірін сіз де байқамай қайталап жүрген шығарсыз. Ендеше бастайық. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап, қуаттап қойыңыз. Неліктен бауыр соншалықты маңызды? Көп адам бауырдың негізгі қызметі тек алкогольді ыдырату деп ойлайды. Шын мәнінде бұл оның жұмысының өте аз бөлігі ғана. Бауыр ағзаға түскен дәрілерді өңдейді. Тағамнан түскен майларды қорыту үшін өт бөледі. Артық қантты гликоген түрінде сақтайды. Қажет кезде энергия өндіруге көмектеседі. Қандағы улы заттарды сүзеді. Иммундық жүйенің қалыпты жұмысын қолдайды. Егер бауырдың қызметі нашарласа, бұл тек бір мүшеге емес, бүкіл ағзаға әсер етеді. Сондықтан оны қорғау ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің маңызды бөлігі. Ал енді рейтингімізді бастайық. 10. Суды аз ішу. Көп адам мен шөлдемесем болды деп ойлайды. Алайда ағзадағы су тепе-теңдігі бұзылған кезде көптеген жүйелердің жұмысы қиындайды. Бауырдың өзі улы заттарды сүзу және оларды ағзадан шығаруға қатысатындықтан, жеткілікті сұйықтық бүкіл ағзаның қалыпты жұмысына көмектеседі. Бұл жерде маңызды бір нәрсені түсіну керек. Суды аз ішу бауырды тікелей зақымдайды деу дұрыс емес. Бірақ созылмалы сусыздану ағзаның жалпы жұмысына қосымша жүктеме түсіреді және денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін. Көп адам судың орнына тәтті шай, газдалған сусын немесе энергетикалық сусын ішеді. Бірақ олардың ешқайсысы қарапайым таза судың орнын толық баса алмайды. Ересек адамның нақты қанша су ішуі көптеген факторларға байланысты. Дене салмағы, ауа райы, физикалық белсенділік және денсаулық жағдайы. Сондықтан бәріне бірдей жарайтын нақты мөлшер жоқ. Ең жақсы көрсеткіштердің бірі күні бойы шөлдемеу, ал зәрдің түсінің ашық сары болуы. Кішкентай ғана әдетті өзгерту кейде үлкен айырмашылық жасайды. 9. Тәтті сусындарды жиі ішу. Қазіргі таңда көптеген адамдар күн сайын тәтті газдалған сусындар, дайын шырындар, немесе энергетикалық сусындар ішеді. Олардың дәмі жақсы болғанымен, құрамында көп мөлшерде қосылған қант болуы мүмкін. Артық қанттың бір бөлігі, әсіресе фруктозасы көп тәтті сусындардан алынғаны бауырда өңделеді. Егер мұндай сусындар үнемі көп мөлшерде тұтынылса, бұл бауырда майдың жиналу қаупін арттыруы мүмкін. Соңғы жылдары әлемнің көптеген елдерінде алкогольге қатысы жоқ, майлы бауыр ауруының көбеюі мамандардың назарын аударып отыр. Оның дамуына артық салмақ, қозғалыстың аздығы және жоғары калориялы тағамдармен қатар, қантты сусындарды жиі тұтынуда ықпал етуі мүмкін. Әрине, бір стақан лимонад ішкеннен бауыр бірден ауырып қалмайды. Мәселе күн сайын қайталанатын әдетте, аптасына бір рет емес, күн сайын. Егер сіз күн сайын бірнеше банка тәтті сусын ішсеңіз, бірнеше жыл ішінде бұл ағзаңызға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ең дұрыс таңдау қарапайым су, қантсыз шай немесе қант қосылмаған табиғи сусындар. 8. Ұйқының жетіспеуі. Көп адамдар аз ұйықтасам да үйреніп кеттім дейді. Бірақ ағзаңыз бұған келіспеуі мүмкін. Ұйқы кезінде ми ғана емес, бүкіл ағза қалпына келеді. Соның ішінде бауырдағы көптеген зат алмасу процестері де тәуліктік биологиялық ырғақпен тығыз байланысты. Зерттеулер жеткіліксіз ұйқының зат алмасуға әсер етіп, артық салмақтың, инсулинге төзімділіктің және майлы бауыр ауруының қаупін арттыруы мүмкін екенін көрсетеді. Ұйқының өзі бауырды тікелей бұзбайды, бірақ ол бауыр денсаулығына әсер ететін басқа қауіп факторлармен байланысты. Егер сіз үнемі түнгі 2-3-те ұйықтап, таңертең ерте тұрсаңыз, денеңіз толық демалып үлгермейді. Ал мұндай режим айлар мен жылдарға созылса, оның салдары жинала береді. Ересектердің көпшілігі үшін тұрақты әрі жеткілікті ұйқы денсаулықты сақтаудың маңызды бөлігі болып саналады.
Егер бауырыңыздың ұзақ жылдар бойы сау болғанын қаласаңыз, дұрыс тамақтанумен қатар сапалы ұйқыны да әдетке айналдырған жөн. 7. Қозғалыстың аздығы. Қазіргі заманның ең үлкен мәселелерінің бірі көп отыру. Көптеген адамдар таңертең көлікпен жұмысқа барады. Күні бойы компьютер алдында отырады. Кешке үйге келіп тағы да теледидар немесе телефон қарайды. Бір қарағанда бұл қалыпты өмір салты сияқты көрінеді. Бірақ ағзаңыз үшін бұл үлкен сынақ болуы мүмкін. Қозғалыс азайған сайын ағза жұмсайтын энергия да азаяды. Егер калория көп түсіп, ал қозғалыс жеткіліксіз болса, артық энергия май түрінде жиналады. Оның бір бөлігі бауырда да жиналуы мүмкін. Дәл осы себептен соңғы жылдары алкоголь ішпейтін адамдардың өзінде де алкогольге байланысты емес майлы бауыр ауруы жиілеп келеді. Бұл аурудың бастапқы кезеңінде ешқандай белгі болмауы мүмкін. Еш жеріңіз ауырмайды, өзіңізді қалыпты сезінесіз. Бірақ бауырдың ішінде май біртіндеп көбейе береді. Уақыт өте келе бұл қабынуға, ал кейбір адамдарда тыртықтануға дейін әкелуі мүмкін. Жақсы жаңалық. Бұл жағдайды ерте кезеңде өзгертуге мүмкіндік бар. Күн сайын ұзақ уақыт спортпен айналысу міндетті емес. Кейде күн сайын 30-дан 40 минутқа дейін жылдам жүрудің өзі пайдалы әсер береді. Лифттің орнына баспалдақпен көтерілу, жұмыс кезінде әрбір сағат сайын бірнеше минут тұрып жүру, кешкі серуен. Осындай қарапайым әдеттердің өзі ұзақ мерзімде үлкен айырмашылық жасай алады. Есіңізде болсын, қозғалыс тек бұлшық ет үшін емес, бауыр үшін де маңызды. 6. Артық салмақ, әсіресе іш майы. Көп адамдар салмақты тек сыртқы келбетпен байланыстырады, бірақ дәрігерлер үшін маңыздырақ нәрсе майдың қай жерде жиналғаны. Ең қауіптісі ішкі ағзалардың айналасына жиналатын висцералды май. Бұл май сырт көзге бірден байқалмауы мүмкін. Кейбір адамдардың қол мен аяғы арық болғанымен іші шығып тұрады. Дәл осы іш майы бауырдың жұмысына әсер етуі мүмкін. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, артық салмақ пен семіздік майлы бауыр ауруының негізгі қауіп факторларының бірі болып саналады. Май жасушалары көбейген сайын ағзада созылмалы төмен деңгейлі қабыну процестері күшеюі мүмкін. Инсулиннің әсері төмендейді. Қандағы қант деңгейін бақылау қиындайды. Ал бауыр артық майды өңдеуге мәжбүр болады. Уақыт өте келе, бұл оның қызметіне кері әсер етуі мүмкін. Бірақ жақсы жаңалық тағы да бар. Зерттеулер көрсеткендей, дене салмағын біртіндеп азайту көптеген адамдарда бауырдағы майдың мөлшерін төмендетуге көмектеседі. Мұнда бастысы тез нәтиже емес. Қатаң ашығу немесе күмәнді диеталар бауырға пайда келмеуі мүмкін. Ең тиімді жол дұрыс тамақтану, тұрақты қозғалыс және салмақты біртіндеп қалыпқа келтіру. Бауыр ғажайып дәріні күтпейді, ол сіздің күнделікті таңдауыңызды күтеді. 5. Темекі шегу. Көпшілік темекі десе ең алдымен өкпені еске алады. Бірақ темекінің зияны тек өкпемен шектелмейді. Темекі түтінінің құрамында мыңдаған химиялық зат бар. Олардың бір бөлігі қан арқылы бүкіл ағзаға таралады. Соларды өңдеуге және залалсыздандыруға бауырда қатысады. Ұзақ уақыт темекі шегу ағзадағы тотығу стрессін күшейтіп, қабыну процестеріне ықпал етуі мүмкін. Бұл бауырдың жалпы денсаулығына да теріс әсер етуі ықтимал. Егер адам темекімен қатар алкогольді де жиі тұтынса, немесе артық салмақ болса, бірнеше қауіп факторы қатар әсер етуі мүмкін. Бұл жағдайда бауырға түсетін жүктеме арта түседі. Кейбір адамдар, мен күніне 2-3 тал ғана шегемін, немесе тек демалыс күндері ғана шегемін деп өздерін жұбатады. Бірақ темекі үшін толық қауіпсіз мөлшер бар екені дәлелденген жоқ. Темекіден бас тартқаннан кейін ағза бірден өзгеріп кетпейді. Алайда уақыт өте келе қан айналымы жақсарып, жалпы денсаулыққа оң әсері байқалады. Әрбір темекіден бас тарту бауырға ғана емес, жүрекке, өкпеге және бүкіл ағзаға жасалған инвестиция. 4. Дәрілерді бақылаусыз қолдану. Қазіргі кезде көптеген адамдар дәрігерге бармай-ақ, дәріханаға барып, өздері дәрі сатып алады. Бас ауырса, ауырсынуды басатын дәрі. Тұмау болса бірнеше түрлі дәрі. Дене шынықтырумен айналысатындар түрлі қоспалар. Тіпті кейбір адамдар интернеттен кеңес алып, өздерінен емделуге тырысады. Бірақ олар бір маңызды нәрсені ұмытады. Көптеген дәрілер мен қоспалар ең алдымен бауырда өңделеді. Бұл бауырдың табиғи қызметі. Алайда кейбір дәрілерді ұсынылған мөлшерден артық қабылдау немесе бірнеше препаратты дәрігердің кеңесінсіз бірге қолдану бауырға зиян келтіруі мүмкін. Мысалы, ауырсынуды басатын кейбір дәрілерді шамадан тыс қолдану бауырдың ауыр зақымдануына дейін әкелуі мүмкін. Сондықтан, кез келген дәріні нұсқаулыққа сәйкес қабылдау өте маңызды. Соңғы жылдары тағы бір мәселе көбейді. Бұл табиғи өнім қауіпсіз деген түсінік. Өкінішке қарай бұл әрдайым дұрыс емес. Кейбір тағамдық қоспалар мен шөп өнімдері де бауырға әсер етуі мүмкін. Сондықтан, олардың да қауіпсіздігіне көз жеткізіп, қажет болса дәрігермен кеңескен жөн. Егер сіз қандай да бір дәріні ұзақ уақыт қабылдап жүрсеңіз, оны өз бетіңізше тоқтатпаңыз және мөлшерін өзгертпеңіз. Ең дұрыс шешім
дәрігермен кеңесу. Есімізде болсын, дәрі дұрыс қолданылса, ем, дұрыс қолданылмаса, қауіп болады. Үшінші, алкогольді жиі тұтыну. Бұл тақырыпты бәріміз білеміз, бірақ көпшілік оның нақты қалай зиян келтіретінін түсіне бермейді. Алкоголь ағзаға түскеннен кейін оның басым бөлігі бауырда ыдырайды. Осы процесс кезінде бауыр жасушаларына зиян келтіру мүмкін заттар түзіледі. Егер адам сирек және аз мөлшерде ішсе, бауыр көп жағдайда бұл жүктемені жеңе алады. Бірақ алкогольді жиі немесе шамадан тыс тұтыну бауырдың қалпына келу мүмкіндігін төмендетеді. Алғашында бауырда май жиналуы мүмкін, кейін қабыну дамуы ықтимал. Уақыт өте келе кейбір адамдарда тыртықтану, яғни циррозға дейін жетуі мүмкін. Ең қауіптісі, көптеген адамдар алғашқы кезеңде ешқандай ауырсынуды сезбейді. Сол себепті, менің еш жерім ауырмайды, демек бәрі жақсы деп ойлайды. Өкінішке қарай бұл әрдайым дұрыс емес. Тағы бір кең таралған қате пікір бар. Кейбір адамдар, мен тек мереке күндері ғана ішемін, немесе мен тек сапалы алкоголь ішемін деп өздерін жұбатады. Бірақ бауыр үшін ең маңыздысы алкогольдің маркасы емес, оның мөлшері мен қаншалықты жиі тұтынылатыны. Егер бауырыңызды ұзақ жылдар бойы сау сақтағыңыз келсе, алкогольді мүмкіндігінше шектеу немесе мүлде ішпеу ең дұрыс шешімдердің бірі. Екінші, өңделген тағамдар мен трансмайды көп тұтыну. Қазіргі кезде дүкенге кірсеңіз, сөрелердің басым бөлігін дайын тағамдар алып тұр. Шұжықтар, фастфуд, чипстер, тәтті тоқаштар, печенье, қуырылған жеңіл тағамдар. Олардың бәрі өте дәмді болуы мүмкін, бірақ оларды күн сайын көп мөлшерде жеу денсаулыққа зиян келтіруі ықтимал. Көптеген ультра өңделген тағамдардың құрамында қант, тұз, қаныққан май немесе сапасы төмен майлар көп болады. Мұндай тағамдарды жиі тұтыну артық салмақ пен майлы бауыр ауруының даму қаупін арттыруы мүмкін. Мәселе тек бір гамбургерде емес, мәселе өмір салтында. Егер таңертең тәтті тоқаш, түсте фастфуд, кешке дайын жартылай фабрикат, ал арасында тәтті сусындар, бұл бірнеше ай емес, бірнеше жыл бойы жалғасса, бауыр үнемі артық жүктемемен жұмыс істейді. Бақытымызға қарай жағдайды өзгерту қиын емес. Рационға көбірек көкөніс, жеміс, бұршақ тұқымдастар, тұтас дәнді дақылдар, жаңғақтар және сапалы ақуыз көздерін қосу бауырдың жалпы денсаулығын қолдауға көмектеседі. Ең бастысы, мінсіз тамақтану емес, күн сайын аздап болса да дұрыс таңдау жасау. Өйткені бауыр сіздің бір күндік емес, күнделікті әдеттеріңізге жауап береді. Бірінші, денсаулықты тексеруді кейінге қалдыру. Міне, біз бүгінгі рейтингтің ең маңызды бөлігіне келдік. Бірінші орында. Денсаулықты тексеруді үнемі кейінге қалдыру. Бұл неге ең қауіпті? Өйткені бауырдың көптеген аурулары алғашқы кезеңде ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Адам өзін жақсы сезінеді, жұмыс істейді, спортпен айналысады, тіпті тәбеті де жақсы болады. Бірақ осы уақытта бауырда май жиналып, қабыну, немесе басқа өзгерістер біртіндеп дамуы мүмкін. Көптеген адамдар дәрігерге тек ауырсыну басталғанда ғана барады. Өкінішке қарай бауыр ауырғанда ауру кейде әлдеқайда асқынып кеткен болуы мүмкін. Сондықтан мамандар қауіп факторлары бар адамдарға денсаулықты жүйелі түрде тексеріп тұруға кеңес береді. Мысалы, артық салмақ, қант диабеті, қан қысымының жоғары болуы, алкогольді жиі тұтыну, созылмалы вирустық гепатиттің қаупі. Осындай жағдайларда дәрігердің кеңесі бойынша қан талдауларын немесе қажет болғанда бауырды ультрадыбыстық зерттеуден өткізу ерте өзгерістерді анықтауға көмектесуі мүмкін. Ерте анықталған мәселені емдеу немесе бақылау әлдеқайда жеңіл. Кейінге қалдырса кеш болуы мүмкін. Сондықтан бүгінгі рейтингтегі ең маңызды кеңес өзіңізді жақсы сезініп тұрмын деп тексерілуді кейінге қалдырмаңыз. Қорытынды. Бүгін біз бауырыңызды зақымдауы мүмкін 10 күнделікті әдетті қарастырдық. Егер осы әдеттердің бірін өзіңізден байқасаңыз, алаңдаудың қажеті жоқ. Ең маңыздысы, бүгіннен бастап кішкентай өзгеріс жасау. Өйткені үлкен нәтижелер бір күнде емес, күнделікті дұрыс таңдаулардың арқасында қалыптасады. Егер бұл бейне сізге пайдалы болса, лайк басып арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз үшін біз денсаулық туралы ғылыми деректерге негізделген жаңа топ 10 бейнелер дайындап отырамыз. Пікірге міндетті түрде жазыңыз. Осы 10 әдеттің қайсысы сізде бар? Келесі бейнеде тағы да пайдалы ақпаратпен кездескенше, сау болыңыз және денсаулығыңызды күтіңіз.